төртінші часть. Міне Тини болды. екі жағын Тини жақтым. Жүр мақтап отырмын. Мә достар, келіңіздер апатайға анау деп. Короче, енді мынандай мұрынға тырнақ жағамыз. Қазір жағынан да принцесса бар ғой. Сынай қалай біткенін. Шынында ой, келеді. Короче, қазір Тиниден жағам өйткені мынау қатты уже не істемейді. И Гүлжахардың тоналкасы мынау ше. Гүлжахарға прям қатты осы тоналка ұнайды Гүлжахарға. Жақпаймын ғой мен. Достарға көрсетейін. Міне осындай Гүлжахарға ұнайды ше. Бірақ мынау уже бітіп жатыр Гүлжахар, и соған расстроенность. Новый аламыз. Короче, Гүлжахарға бізде туыс қалды. Туыс емес. Тушамыз. Туыстар. Қорғамы туыстым. Гүлжахар туыстан қорқады, неге екенін білмейді. Астыға қарап. Мама. Өйткені қазір ана макияждың бәрі кетіп қалады деп қорқады. Андай Тинисі кетіп қалады. Тем более Тини жаққан кезде жылайды ғой жақпа. Мен ашығам. Жақпа. Жарайды, бүгін біз туша білесік жағамыз. Мынандай мақсат. Все болды. Жоқ, қазір мұрнына жағамыз. Жоқ. Өйткені анау жаман істеді фиолет. Міне. Гүлжахар макияжын қазір көрсетемін. Көзін жум. Короче, осылай. Честно айтсам, вообще красотка болайын деп тұрып. Қазір көрсетеміз. Достар, біздің кукламыз ұнады ма сіздерге? Жағар. Кукламыз біздің. Енді мен өзімнің макияжымды осылай маманың телефонында көрсетеміз. И Гүлжахардың макияжын маманың телефонында көрсететін боламыз. Всем пока!